Қайырлы күн достар, бүгін біз жастарға тың мағлұмат беру бойынша осындай мақсатта түсіріліп жатқан Арнау подкастын бастаймыз. Бүгін бізде қонақта Зияткер білім мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Серікбаев Арынбай Ержанұлы. Арынбай ағай бізге тарихқа сүйіспеншілікті және де осындай керемет тың деректерді үйрете отырып жол ашқан мұғалімнің бірі сіз болып саналасыз біз үшін. Сондықтан да сізді қазір шақырудағы мақсатымыз жастарға осындай екінші дүниежүзілік соғыс, сонымен қатар ұлы отан соғысының айырмашылығын түсіндіре отырып, қазіргі замандағы отансүйгіштік және де тың деректер арқылы түсіндіруді жөн санадық. Бүгін біз сізге біздің подкастымызға қош келдіңіз дей отыра, осы бір ара жікті ажырата отырып, керемет мағлұматтар беруіңізді қалаймыз. Рахмет. Бүгін мен қонаққа, спикерге шақырып отқандарыңызға. Осы жерде көп адамда сұрақ туындайды. Екінші дүниежүзілік соғыс пенен ұлы отан соғысының қандай да айырмашылығы бар. Мысалы, көп жағдайда біреулер ұлы отан соғысы қашан басталғанын шатастырып жатады. Екінші дүниежүзілік соғыстың қашан басталғанын шатастырып жатады. Жалпы екінші дүниежүзілік соғыс 1939 бен 1946-ның арасын қамтиды. 6 жылға созылған. Ал ұлы отан соғысы сол екінші дүниежүзілік соғыстың бір бөлігі. Яғни ол Кеңес одағы мен Германия арасындағы өткен бөлігі. Ал екінші дүниежүзілік соғыс тек қана бұл Германия мен КСР ғана соғысқан жоқ. Ол жерде Жапония мен ақш та соғысты. Одан бөлек Қытай да соғысты Жапониямен. Осы екінші дүниежүзілік соғыс оңтүстік шығыс Азия елдерінде қамтыған. Ал енді ұлы отан соғысы тікелей ұлы жеңістің биыл 80 жылдығына орай сіздерге ұлы отан соғысы туралы мына қысқаша бір мәліметтерді айтып өтейін. Жалпы ұлы отан соғысы 1941 жыл 22 маусымда таңғы сағат 4-тің шамасында басталды. Бұл соғысты бастаған сол кездегі Германиядағы фашистердің көсемі Адольф Гитлер. Ұлы отан соғысы басталмас бұрын 1939 жылы Адольф Гитлер мен осы Кеңес одағының арасында өзара келісім болған. Ол тарихта Риббентроп-Молотов деп аталады. 1939 жыл Германияның сыртқы істер министрі Риббентроп, Кеңес одағының сыртқы істер министрі Молотов екеуі кездесіп, бір-біріне соғыс ашпауға уәделеседі. Сонымен Кеңес одағы осы келісімге қатты сеніп, соғысқа дайындықсыз отырады. Ал Германия бұл уақытта Кеңес одағын алдап, құпия түрде өздері соғысқа тың әбден дайындалып, Барбаросса жоспарын дайындайды. Сонымен 1940 жылы 18 желтоқсан күні Адольф Гитлер Барбаросса жоспарын бекітеді. Ол жоспардың мақсаты Кеңес одағын қысқа уақыттың ішінде жаулап алу. Нақтырақ айтатын болсақ, 6-8 аптаның ішінде. Және ол соғысты қашан ашу керек? Соғысты жылдың жылы мезгілінде ашу керек деп олар келіседі. Себебі Ресейдің қатал климатын ескере отырып, жылдың жылы мезгілі ретінде жаз мезгілін, яғни 1941 маусым күнін таңдайды. Сөйтіп 1941 жыл 22 маусым күні Германияның шабуылы басталды. Кеңес одағының батыстағы мемлекеті Белоруссиядағы Брест қамалына ең алғаш шабуыл жасалды. Яғни фашистердің шабуылына ұшыраған Кеңес одағының алғашқы бекінісі ол Брест қамалы. Содан соғыс басталып, қысқа уақыттың ішінде шынымен қыркүйек айына дейін немістер әдегеннен ақ Мәскеудің төбіне жетіп келді. Сонда Кеңес одағының батыстағы мемлекеттері, Кеңес одағының батыс бөлігіндегі елдер, Белоруссия, Украина, Молдова, Латвия, Литва, Эстония барлығы немістердің қолында қалып кетіп, 1941 жыл 30 қыркүйек күні сонымен Германия Мәскеуді қоршауға алды. Енді бұл Мәскеу, бұл Ресейдің сол заманда Кеңес одағының Ресейдің астанасы, әрі Кеңес одағының жүрегі деп саналады. Егер Мәскеуде жеңетін болса, онда Кеңес одағының барлығын жеңгенмен тең болады. Сол енді Мәскеуді қорғау үшін жан-жақтан әскерлер тартылды. Қазақстаннан осы Мәскеуді қорғау үшін Бауыржан Момышұлы сияқты аңыз адам, батыр бабамыз соғысқа аттанды. Жалпы осы ұлы отан соғысында Қазақстаннан 1.200.000-нан астам адам соғысқа аттанды. Қазіргі соңғы мәліметтер бойынша, зерттеу бойынша, есімі белгісіз кезінде жоғалып кеткен әскерлер, олар енді табылып жатыр, есімдері белгілі болып жатыр. Соңғы деректер бойынша 1.366.000 адам майданға аттанған екен, қазақстандықтар. Оның ішінде әртүрлі ұлт бар, орысы да бар, украин бар, өзбегі бар, қазағы бар дегендей. 1.366.000 соңғы дерек бойынша.
Одан бөлек 700 мыңдай адам еңбек армиясына тартылды. Сол 18 жас пен 50 жас аралығындағы ер азаматтардың 70% соғысқа, соғыс майданына, тыл еңбегіне тартылды. Одан бөлек 1.200.000-нан астам біздің қазақстандықты қосу керек. Сонда біз 2 миллионнан астам адамды біз майданға жіберіп отырмыз, былай айтқан кезде. Енді осы жерде соғыстың ең сұрапыл, ең ауыр ірі шайқастарға тоқтап өтетін болсам, Мәскеу шайқасы 1941 жыл басталған. Сол 1941 жыл Мәскеумен бірге басталған Ленинград шайқасы, 1942 жылы басталған Сталинград шайқасы, сол 1942-43 жыл болған Курск шайқастары, осылар мына Кеңес одағындағы негізгі шешуші осы Германиямен болған негізгі шайқастар. Алдымен соғыс бастала салысымен мынау сол кездегі ресейлік мынау елші әрі радио хабарлаушы Молотовтың хабары 1941-22 маусым күні таңертең Мәскеуден хабарлады. Осындай неміс фашистері бізге соғыс ашты. Отанды, ұлы отанымызды қорғау үшін бәріміз аттанайық деген сияқты өзінің жаңа халыққа мотивациялық сөздермен бастады. Содан өз еркімен Қазақстаннан аттанғандар да бар, мәжбүрлі түрде аттанғандар да бар. Соның ішінде біз енді мынау Мәскеуге тоқтап өтетін болсақ, алдымен Мәскеу шайқасы. Мәскеу 1941 мен 1942-ның арасында сұрапыл шайқасы болды дедік жаңа. Сол Мәскеуді қорғау үшін Қазақстаннан Алматы қаласынан 316 жаттықшылар дивизиясы аттанды. Сол 316 жаттықшылар дивизиясының бас қолбасшысы генерал Панфилов болды. Генерал Панфилов өзі Ресейдің тумасы, тәжірибелі қолбасшы. Сол 316 жаттықшылар дивизиясының құрамында біздің қазақстандық Жамбыл облысының тумасы, Жуалы ауданының тумасы Бауыржан Момышұлы атамыз аттанған болатын. Сөйтіп ол Мәскеуді қорғаймын деп барып, Мәскеуді құтқарамын деп немістің қоршауын 5 рет бұзып шыққан адам. Бауыржан атамыз өзінің де жазған кітабында айтылады. Мәскеуді 5 рет мынау жау қоршауынан алып шыққан. Сонымен Мәскеу 1 жылдан астам уақыт қоршауда болды. Біздің осы Қызыл армияның мықты ерлігінің арқасында Мәскеу аман қалды. Одан кейін дәл сол уақытта Мәскеумен бірге Ленинград қаласы да үлкен шабуылға ұшырады. Бұл Ленинградтың бұрынғы аты Петроград, Петроградтың алдыңғы аты Петербург. Яғни Мәскеу мен Петербург Ресейдің былай айтқан кезде ең негізгі маңызды саяси қалалары. Зауыттары да сол жақта. Зауыттары да сол жақта, дұрыс айтасыз. Ең халық көп тұратын қалалар осы жер. Саяси орталық осы жер. Сол Ленинград қаласы Мәскеу екеуі 1 жылда қоршалды ғой. Немістердің 1941 жыл Ленинград қаласын қоршауға немістер алған кезде біздің Жамбыл Жабаев атамыз сол Ленинград қаласындағы кеңес армиясының әскерлеріне рух беру үшін, үміт сыйлау үшін, олардың рухын ояту үшін Ленинградқа өредім деп аталатын өлең жырын арнаған болатын. Үлкен. Сол Ленинград қаласын қорғауда біздің Қазақстаннан барған атақты адамдарды айтатын болсақ, Сұлтан Баймағамбетов, сосын қазақтың 2 қызы Әлия Молдағұлова, Мәншік Мәметова. Міне осы қазақтан шыққан Кеңес одағының батырлары Ленинград қаласын қорғау жолында құрбан болған. Біздің батырларымыз, мақтаныштарымыз. Ленинград қаласы ол Ресейдің Балтық теңізінің жағасына жақын орналасқан ірі бекіністі қаласы. Сол жерде Балтық теңізінің жағалауында Киров деп аталатын әскери кеме бар. Киров крейсері. Сол Киров крейсерінде 156 қазақстандық Ленинград қаласын қорғауда, отан қорғауда барлығы жан тапсырып, сол абыроймен олар қайтыс болды. Соны біз әлі күнге дейін мектепте балаларға айтамыз. Осындай 156 қазақстандықтың ерлігі аңыз болып қалды деген сияқты. Енді Мәскеуді қорғайтын кезде кімдер, қандай батырларымыз болды? Мәскеуді қорғауда көзге түскен батырлар Бауыржан Момышұлы, одан кейін Төлеген Тоқтаров, сосын Мәлік Абдуллин. Осы аталарымыз Мәскеуді қорғауда өздерін көрсетіп, Кеңес одағының батыр атағын алды. Бірақ өкініштісі Бауыржан Момышұлы тірі кезінде соғыстан кейін 1982-ге дейін өмір сүрді. Тірі кезінде алған жоқ. 1990 жылы ғана Кеңес одағының батыр атағын алды.
Жаңа аға сөзіңізде КСРО бұл жаңа шабуылға дайын болған жоқ, аяқ асты болған, жасалған шабуыл. Енді жалпы бұл жерде адам шығыны жайлы айтып өтсеңіз. Иә, біздің Кеңес одағынан 27 миллион адам осы екінші дүниежүзілік соғыстың кезінде құрбан болды. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде әлем бойынша тәуелсіздігі бар 73 мемлекет болды. Дәл қазіргі кезде тәуелсіз елдер саны 195 мемлекет бар әлемде. Ол кезде 73 мемлекет болды. Сол 73 мемлекеттің 62-сі осы екінші дүниежүзілік соғысқа қатысты. Осынша елден 60 миллиондай адам қайтыс болды, құрбан болды. Соның 27 миллион осы Кеңес одағының азаматтары. Тең жартысы. Иә. Ал қазақстандық 1 миллион 200 мыңдай адам аттанды дедік қой майданға жаңа. Соның 600 мыңы оралған жоқ. Қалған жартысы оралды. Оның ішінде біраз мүгедек болып оралды, жарақат алды. Арасында аман есен оралғандар да бар. Басында осы қазақстандықтар үшін бірінші ашаршылық, одан соң репрессия, оның алдында айта берсек бірінші дүниежүзілік соғыс бар 1914 жылы. Ол кезде де біздің батырларды алып кеткен жағдайлар болған, ер кісілерді. Дегенмен де одан соң екінші дүниежүзілік соғыс және 1 миллион 200 мың ер кісінің ол жаққа аттануы, одан бөлек жаңа еңбек адамдардың аттануы, соның барлығы дерлік біздің даму жолымызды өте күрделендіріп тоқтатып тастаған дүниенің бірі, иә. Әрине. Бізде егерде жастардың арасында, біздің арамызда егерде осы бір соғыс болмағанда деген сұрақ туындайды. Өте үлкен тарихқа жазылған екінші дүниежүзілік соғыс және әрине ұлы отан соғысы, ол бәріміздің мақтанып айтатын жеңіске жеткен осы жеңіс күнімен бір-бірімізді құттықтайтын күніміз. Дегенмен де егерде осы соғыс болмағанда қандай жағдайлар орын алатын еді? Бұл екінші дүниежүзілік соғыс болмағанда біз халқымыздың саны жағынан әрине қазіргіден көп боламыз. Өйткені ол кезде халқымыздың біз 1/3 жоғалттық қой. Осы екінші дүниежүзілік соғыстың бірақ Қазақстан үшін пайдалы тұстары да болды. Иә, КСРО әлсіреді. Пайдалы тұстары жоқ, керісінше КСРО күшейді қайта. Өйткені Сталиннің абыройы артып, бұл соғыста жеңіске жеткеннен кейін, оның билігі одан сайын диктаторлыққа басып, әлемді жеңген жалғыз қолбасшы ретінде көрініп, одан сайын өзінің ойына келген саясатын жүргізді. Ал енді екінші дүниежүзілік соғыс, ұлы отан соғысының Қазақстанға қандай пайдасы тиді деген сұрақ болса, пайдалы тұсы да болды. Ол біздің Қазақстанда соның арқасында завод фабрикалар бой көтерді. Себебі Германия 1941 жыл Кеңес одағына шабуыл жасаған кезде Кеңес одағының батыстағы Европалық бөлігіндегі завод фабрикаларының барлығы жаппай Азияға көшіріле бастады. Соның ішіндегі нақтырақ Қазақстанға көбірек көшірілді. Бізге ұлы отан соғысы кезінде 300-дей өнеркәсіп орны көшірілген. Міне 300-дей. Соның ең ірілері Ақтөбедегі ферроқорытпа зауыты. Одан кейін мына Жезқазған, мынау Қарағанды облысындағы Жезді марганец кен орны. Одан кейін Алматыдағы Украинаның Луганск қаласына көшірілген ауыр машина жасау зауыттары. Одан бөлек Қазақстанда қару-жарақ құрастыратын зауыттар, осылар көбейе бастады. Бұл Қазақстанда индустрияның дамуына алып келді бір жағынан. Салыстырмалы түрде ұлы отан соғысы кезінде біз Қазақстан жеріне әрине немістер келген жоқ. Біздің жеріміз соғыстан аман болды. Дегенмен бізде адам ресурсы жағынан біз үлкен шығынға ұшырадық. Тарихшы жолыңызда осы зерттеген дүниеңіз бар ма? Дәл осы тақырыпта бір ашылмаған тың дүниелер, ақпараттар деген сияқты. Жақында біздің кездесуде, студенттермен кездесуде Рахымжан Қошқарбаев жайлы керемет тың деректер айттыңыз, иә? Иә. Рахымжан Қошқарбаев 1945 жылы 30 сәуір күні мына Германияның Рейхстагына ту тіккен қазақтың батыры. Өкініштісі Рахымжан атамызға Кеңес одағының батыр тағы берілмеді. Бұл да бір Сталиннің қитұрқы саясаттарының бірі әрине. Рахымжан Қошқарбаев 1924 жылы өз Ақмола облысында дүниеге келген. Тумай жатып анасынан айырылған, тұтылмай жатып әкесінен айырылған адам, әкесін көрмеген. Өйткені әкесінің кезінде сталиндік саясат кезінде ГУЛАГ лагеріне айдап әкетіп, жер аударып, сол жақта қайтыс болды. Сөйтіп бұл 6 жасында анасынан айырылады. Ашаршылықтың кезінде анасы сол аштықтан қайтыс болады. Бұл кейін жетімдер балалар үйінде өсіп өніп, ер жеткеннен кейін Қырғызстанға өзінің әскери борышын өтеуге аттанады. Ол кезде Қырғызстанның өзі Кеңес одағының құрамындағы мемлекет қой. Сол жерде әскери борышын атқарып, әскери ережелерді, әдіс-тәсілдерді үйренгеннен кейін майданға аттандырылды. Сонымен 1945 жыл 16 сәуір күні Кеңес армиясы, яғни Қызыл армия,
Германияның астанасы Берлин қаласын қоршауға алады. Бұл тарихта Берлин операциясы деп аталады. Сол Берлинді қоршауға дайындалған Кеңес одағының арнайы жоспары Берлин операциясы деп аталады. Берлин қаласын 1945 16 сәуір мен 2 мамыр аралығында қоршауға алды Кеңес одағы. 2 мамыр күні Берлин қаласын толықтай Кеңес одағы өз қолына алды. Енді осы аралықта 1945 жыл 30 сәуір күні Рахымжан Қошқарбаевқа жоғары жақтан взвод командирі мына Кеңес одағының қызыл туын алдағыны анау Рейхстагтың төбесіндегі фашистердің туын алып тастап, соның орнына Кеңес одағының туын тіктеді. Бүкіл әлем көрсін. Біз мынау немістердің Рейхстагтың үстіне келіп өз туымызды тіккеніміз деді. Осындай тапсырма берілді. Енді білесіздер ғой, әскери заң бойынша бұйрық талқыланбайды, орындалады тек қана. Сонымен ол тапсырманы орындау үшін бар жоғы 360 метрлік қашықтықта тұрған Рейхстагқа барамын деп 7 сағат бойы жерде еңбектеп 7 сағаттан кейін жетіп, қасындағы жанындағы досы Георгий Булатов деген әскермен бірге Рейхстагтың төбесіне шығып, неміс фашистердің туын алып тастап, сол жерге өзіміздің сол кездегі мына Кеңес одағының туын тікті. Бұл ту тігу естіген адам үшін бір қарапайым дүние сияқты, алып тастайсың, жай қоя саласың. Бірақ ол деген өте үлкен қауіп, өлім мен өмірдің арасы. Себебі ешқандай жау жұрттың бөтеннің туын ілдірмейді. Барынша ол жерде атыс болды, Рейхстагтың жан-жағын бәрі жаңбырша жауған оқтар, сол қаңғыған оқтың біреуі егер тиіп кеткен жағдайда, онда Рахымжан атамыз сол жерде мерт болады. Бірақ сондай тапсырманы, қиын тапсырманы орындап, өзінің өмірін өлімге тігіп, сол туды ақыры ілді. Бұл Рейхстаг деген не? Рейхстаг деген Адольф Гитлердің отыратын сол жұмыс орны. Біздегі Ақорда, Астанадағы президенттің отыратын ғимараты Ақорда деп аталса, ол жерде Адольф Гитлердің отыратын ғимараты Рейхстаг. Адольф Гитлер сол 30 сәуір күні Рейхстагты Кеңес одағы жаулап алып, өз туын тіккеннен кейін Адольф Гитлер тұтқынға тірідей түсіп қалуды қаламай, сол өзінің құпия бөлмесінде өз-өзіне қол салып қайтыс болады. Сол 30 сәуір күні Адольф Гитлердің қайтыс болған күні. Иә, кез келген деректен іздесеңіздер ол шығады. Енді тағы бір мәселені ашып өтсек, жаңа айтып жатсыз, КСРО-ға шабуыл ашылғаннан кейін, соғыс жарияланғаннан кейін басталды осы Ұлы Отан соғысы. Енді бізде жаңағы айтып жатқан ең сұрапыл соғыстардың бірі Ленинградты қоршау, одан кейін ол жақта 867 күн қоршауда болды. 867 күн ешқандай сыртқа шыға алмай, ешқандай сыртпен қарым-қатынас құра алмай, яғни азық-түлік таусылып, үлкен бір ашаршылық орнаған ол қаланың өзінде де. 867 күннен кейін жаңа көмек келіп Ленинградты қоршау ашылғаннан кейін барып, сонда осы жерде КСРО-ның немістерге, Германияға шабуылы қай кезден басталады? Немесе барлық кез 43 жылға дейін бізде қорғану сияқты болып қалды, Дәл өзі. Ленинград қаласы 1941 жылы тамыз айында қоршауға алынды. Содан 867 күн бойы 3 жылға жуық қоршауда болды. Бұны Ленинград қаласы енді аңыз қала. Қазіргі Санкт-Петербург қаласы, Ресейдегі. Осы Ленинград қаласы, мен жаңа айтып қалдым бір сөзімде, Балтық теңізінің жағасындағы қала, Ресейдің батысына жақын. Сол қоршалған кезде немістер 3 жыл бойы бұл қаланы қазір аламыз, ертең аламыз, бұлар 2 күннен кейін беріледі өзі деп күтті. Жан-жақтан қоршап алған. Оның ішіне сырттан көмек бару мүмкін емес. Іштегі адамдар да сыртқа шығып көмек алу мүмкін емес. Сонда немістер барынша Ленинградты қатаң түрде бақылауға алып, 3 жыл бойы күтті, бірақ Ленинград қаласын ала алмады. 43-те немістердің күші сарқылды, әлсірей бастады, артқа шегінді. Сонда немістерде бір өздерінде бір ой болады. Біз 3 жыл бойы неге осы қаланы ала алмадық? Және осы 3 жыл бойы бұл қалаға көмек қайдан келді? Неге таусылмайтын адам? Не деген таусылмайтын қару-жарақ бұның ішінде? Деген сұрақ туындады. Кейін немістер ол Ленинград қаласының не үшін 3 жыл бойы берілмеген құпиясын білді ақырында. Сөйтсе, немістер ол қаланы қоршаған кезде бүкіл жолдың бәрін жапты. Сонда бір өзеннің жолын, бір өзенді байқамаған. Бір өзен бар. Сол өзен қаладан шығатын өзен, ағып шығып кететін өзен. Сонда кеңес әскерлері сол өзеннің астымен, су астыменен сыртқа шығып, теректі қару-жарағын алып, дәрі-дәрмегін алып, кіріп шығып, су асты кемелерін, су асты қайықтарын қолданған. Соны немістер кейін көріп, өздерінің не үшін ала алмағанын түсінді. Сөйтсе, олар өзен арқылы қаладан шығып, өздеріне қажетті қару-жарақтарын алып жүрген. Бұны кеңес әскерлері сол өзенді кейін өмір жолы деп атап кетіпті. Өйткені ол Ленинград қаласында өмір сыйлаған жалғыз жол осы.
бұл тарихта өмір жолы деп атанды. Ал соғыс бізде қай шабуыл, яғни КСРО-ның Германияға шабуылы қай кезден басталды? 1943-тен бастап немістер шегіне бастады. 43-тен бастап немістер жаулап алған жер барлығы біртіндеп босатылды. Сонымен 44-ші жылы Шығыс Европа толықтай босатылды. Шығыс Европаның арасында Польша бар, Венгрия бар, Румыния бар, соның бәрі босатылды. Сонымен 45-ші жылы немістердің өзіне келіп жетті. Сонымен 45-ші жылы немістердің қалаларын жаулап келіп, сонымен Берлиннің өзі 16 сәуір күні қоршауда қалды. Берлин 2 мамыр күні толықтай алынды. Сонымен Берлин қаласы алынғаннан кейін немістер сол кездегі кеңес одағының бас қолбасшысы, кеңес одағының Қызыл армияның бас қолбасшысы Жуковқа елші жіберді немістер. Сонымен Гитлер 30 сәуір күні қайтыс болды. 2 мамыр күні Берлин қаласы алынып отыр. Енді немістер басшысынан айырылды. Одан бөлек қаласын беріп қойды. Енді оларда басқа таңдау жоқ, амал жоқ, келісімге келу керек. Сонымен Жуковқа елшілерін жіберді. Жуков неміс елшілерін қабылдап, сол кезде Қызыл армияның бас қолбасшысы Жуков. Сонымен немістермен келісімге олар келу үшін бірнеше құжаттар дайындады. Сол кездегі неміс әскерінің бас қолбасшысы Эйзенхауэр, Жуков екеуі 8 мамыр күні кездесіп, 8 мамыр күні Эйзенхауэр өзінің жеңілгеніне жеңілдік деп қол қояды. Сөйтіп кеңес одағына Берлин қаласына бұдан кейін оқ атпауын талап етеді, өтініш жасайды. Сонымен Жуков осы келісімді қабылдап, олар 8 мамыр күні кешке қарай соғысты аяқтайды, ресми түрде. Кейін ол Сталинге хабар түнгі сағат 12-ден аса жетеді. Сонымен Сталин ол хабарды, бүгін мен 9 мамыр күні түнгі сағат 12-ден кейін жаңағы күн ауысып кетеді. 9 мамыр келеді. Мен осы хабарды 9 күні естім. Бұл 9 мамыр біз үшін ұлы жеңіс күні деп жариялайды. Әлеуметтік бұқаралық ақпараттарда Сталиннің жеңіс күні деген сөз таралады. Сонымен 9 мамыр жылда тойланатын жеңіс күні. Биыл жеңіс күніне ұлы жеңістің 80 жылдығы. Жалпы мына сөз бар аға, енді бүгінгі күн ертеңгі тарих, осы бір ұлы жеңістің тарихына биыл 80 жыл. Мына бір сөз бар. Тарихтан өтірікті алып тастасаң, тек ақиқат шындық қалады деген сөз емес, тарих болмай қалуы мүмкін дейді мүлде. Дәл осы тақырыпта қаншалықты бір айтылмай қалған шындықтар бар, немесе айтылып жатқан өтіріктер бар? Барлығы шындық. Бауыржан атамыздың ерлігі де шындық. Жаңа айтылған батырлар да, Қазақстаннан майданға аттанған біздің қаһарман, сосын еңбек армиясына алынған адамдар, оның барлығы шындық. Оның бәрі ресми құжаттарда расталған. Оның арасында әрине бізге есімі белгісіз жауынгерлер бар. Оларды әлі күнге дейін зерттеліп жатыр. Күндердің күнінде мүмкін белгілі болар. Мысалы, бізге осы ұлы отан соғысынан кейін осы жерде бір халыққа қате ақпарат болып берілген бір жайттар да бар. Мен айтып кетейін. Рахымжан Қошқарбаев Рейхстагқа ту тіккен. Ол шындық. Бірақ Сталиннің саясатының кесірінен Рахымжан Қошқарбаев Рейхстагқа ту тіккен жоқ деген ақпарат тарады. Ұлы отан соғысынан кейін бұл ақпарат. Сонымен Сталинге жағыну үшін кейбір жолдағы мына басшылар Рейхстагқа ту тіккен Георгий Булатов және оның жанында грузин әскері деп хабар берді. Сталиннің ұлты грузин. Сол үшін ол Сталинге бір қандай да бір мәртебе, абырой, Рейхстагтың туын тастап, неміс жерінде туды қатады, ол грузиннің солдаты дегендей бір ақпарат таратқысы келді. Сонымен қазір Ресейдің архивтерінде шындық жатыр, айтылмай жатқанда шығар. Рейхстагқа ту тіккен Рахымжан Қошқарбаев деп оқытпайды олар, бірақ. Рахымжан Қошқарбаев ту тіккен деп біз оқытамыз оны, бірақ. Жаңа өзіңіз айтып өткендей, Мәскеуде ерлік көрсеткен батырларымыз бар, Ленинградта белгілі бір жерлерге бөлінген біздің әскерлеріміз, батырларымыз бар. Дегенмен де біздің қазір көбісіміздің білетініміз ол Бауыржан Момышұлы, Талғат Бигелдинов, Рахымжан Қошқарбаев, Әлия және Мәншүк Мәметова. Осы жайында Талғат Бигелдинов әсіресе бізде көбінесе осы кісі бойынша ешқашан оқ тимеген, қаншама рет ұшқан және қаншама рет жауды жеңген деген аңыздар бар, және тарихта ол кісі қалған. Осы бойынша Талғат Бигелдиновқа бір тоқталып өтсек. Талғат Бигелдинов атамыз 1922 жылы осы Ақмола облысында дүниеге келген. Сонымен бұл өзі авиация училищесін бітіріп, майданға аттанған адам. Оның соғыстағы негізгі міндеті ұшқыш болды.
Қазақстаннан 2 рет батыр атағын алған, Кеңес одағының батыр атағын алған 4 адам бар. Соның біреуі Талғат Бигелдинов. Ол 4 адамды айтатын болсақ, Леонид Беда, Сергей Луганский, Иван Павлов, 4-шісі Талғат Бигелдинов. Осы 4-еуі де Қазақстанда дүниеге келген батырлар. Талғат Бигелдинов атамыз 300-ден астам жауынгерлік тапсырма орындаған. Сол 300-ден астам жауынгерлік тапсырманың барлығын ойдағыдай орындап, абыроймен орындаған. Өзіне самолет тиген кездері болды. Өзіне самолетіне оқ тиіп, самолеті зақымдалған кездері болды. Бірақ бұл өзінің шеберлігінің арқасында немістерден аман есен құтылып отырған. Талғат Бигелдинов атамыз өзінің бір сөзінде де бар, сұхбатында. Маған оқ тиген кезде самолетіме мен тілімді кәлимаға келтіріп, қайта-қайта ішімнен дұға жасаумен болдым дейді. Ол заманда, сондай құдайсыз заманда мен бәрібір ішімнен тілімді кәлимаға келтіріп, Құдайға сендім дейді. Мүмкін соның арқасында аман қалдым деген сұхбаты бар оның. Дәл осы батырларға тағы да тоқталатын болсақ, бізде осы біздің өңірдің тумасы Қарсыбай Сыпатаев бар, осы кісіге тоқталсақ. Қарсыбай Сыпатаев дұрыс айтасыз. Осы Түркістан облысы қазіргі. Осы Темірлан Ордабасы ауданында дүниеге келген, Темірланда. Ол соғыста негізгі атқарған міндеті минометші, яғни мина қоюшы. Немістердің әскерлерін, осы жүретін жолдарын барлығын аңдап бақылап, танкілердің жүріп өтетін жолдарында мина қойып, немістерді қақпанға түсіру оның негізгі миссиясы. Қарсыбай Сыпатаев атамыз осы Сталинград шайқасында жаудың келе жатқан танкілерін тоқтату үшін өзінің қолындағы бар минасымен түскен. Сөйтіп қолындағы минамен танкінің астына түсіп қайтыс болды. Осы өшпес ерлігі үшін оған Кеңес одағының батыр атағы берілді. Біз тек қана оның өлгенін білеміз, бірақ ол өлгенге дейін қаншама ерлік істеп барып өлді, қаншама әскери тапсырманы орындады, барлығын абыроймен орындап, амал қалмағаннан кейін енді жаудың танкісін тоқтатудың бір ғана жолы сол қолындағы минамен түсу. Өшпес ерлігі. Біздің жастар әсіресе осындай қандай батырлардың ұрпағы екендігін білген абзал, және қазіргі таңда ол жақсы дәріптеліп жатыр. Бізге батырлардың барлығы айтылып, тарихта да, мұғалімдермен де, одан бөлек барлық жерде іс-шаралар да өтіп жатыр, батырларды, ардагерлерді ардақтау мақсатында. Жалпы Ұлы Отан соғысында, екінші дүниежүзілік соғысында айта берсең өте көп ерлік те бар, өшпес даңқтар, ол жерде саясат та бар, өте үлкен сұрапыл шайқастар да бар. Дегенмен де жастар ажырата білу үшін қазір нақты қорытындылап өтейік біздің подкастты. Олар Ұлы Отан соғысы 1941-1945 жылдар аралығында болған кеңес үкіметімен және Германияның арасында болған сұрапыл шайқас. Ол жерде 27 миллион адам қаза тапты. Кеңес одағынан, Ал біздің қазақстандықтардан 1.366.000 адам майданға аттанды. Ал екінші дүниежүзілік соғыс 1939-1945 жылдар аралығында болған соғыс, ол жерде 60 миллион адам қаза тапты. Ұлы Отан соғысы дәл соның ішінде болып жатқан дүние, бірақ бізден 27 миллион адам қаза тапты. Енді бізде бұл Ұлы Отан соғысы ұлтқа ешқандай бір жерге бөлінбей, бір тудың астында барлығының біріккен түрде жүргізілген саясаттың арқасында жеңіске жеткен бір соғыс деп ойлаймын мен өзім. Сол үшін жастарға қазір бірліктің, қайсарлықтың, өжеттіліктің және батырларды қалай ардақтау керектігінің осындай мән мағынасын, маңызын түсіндіре отырып, подкастты аяқтасақ. Рахмет, бүгін осы подкастқа қонақ етіп шақырғандарыңызға. Бұдан кейін ешқандай соғыс болмасын, заманымыз тыныш болсын, еліміз, жұртымыз аман болсын. Біз үшін соғысқан, біз үшін қан төккен батыр бабаларымызды ешқашан естен шығармайық. Біз оларды құрметтеп, тәріптеп, ұрпаққа жеткізу ол біздің міндетіміз. Ұлы Отан соғысының 80 жылдық жеңісі құтты болсын. Сізге де арнайы уақыт бөліп келген үшін алғыс білдіреміз. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Аман, сау болыңыздар.